Туыстарының атынан компания аша салады. Қаржы министрінің орынбасары мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасының жаңа үлгісін депутаттарға кеп таныстырды. Саладағы басты проблемалардың бірі мердігер компаниялардың жауапсыздығы, дейді вице-министр. Құрылысты кешіктіріп немесе сапасыз тапсырған мердігерлерді министрлік қара тізімге қосқанымен олардан айла шарғы артылмай отырған көрінеді. Недобросовестный участниктер, Мархабат Жанович, бұл да біздің бір үлкен баса баратын жағдайларымыздың бірі. Егер біз жаңағы жозықсыз тауар өндірушілердің қатарына кіргізсек, олар 2 жыл отырады, шыға алмайды, және оның құрылтайшысын кіргіздік иін бойынша, және бас директорын кіргіздік. Енді ол өзінің қарындасын ашады, өзінің мамасын ашады. Енді біз оған тосқауыл қалай қоямыз? Жалпы алғанда елімізде мемлекеттік сатып алу жүйесі май-шелпекке айналғаны жасырын емес. Президент те қыркүйектегі жолдауында салаға ауқымды өзгерістің керек екенін айтып, арнайы тапсырма берген. Вице-министр өзі таныстырған заң жобасы сатып алу процесін жеңілдетуге, қысқартуға және бағадан сапаның басымдығын қамтамасыз етеді дегенімен депутаттарды бұл уәжге сендіре алмады. Мәжілісмендер заң жобасы әлі де шикі, ұсыныстар жұмыс тобында ескерілуі керек деген тоқтамға келді. Құжатқа әсіресе бір көзден сатып алуды тежеудің нақты жолы көрсетілмеген. Құрылыс нарығын монополистандыру күрес әлсіз. Мәселен, Градстрой сервис компаниясы республика бойынша бірнеше әлеуметтік жобаны уақытынан кеш тапсырған. Әлем мойындаған керемет жүйе деп. Ол сіздер үшін шығар, біз үшін, мен үшін өз басым ондай айта алмаймын. Неге? Мемлекеттік сатып алу заңының негізгі мақсаты қаражатты үнемдеу. Міне мен сізге айтайын, өткенде 800 теңге, қызанақтың бағасы 800 теңге, а квази мемлекеттік компания қойған 1800 теңге. 1800 теңге қызанаққа қойып отыр. Бұл не деген қызанақ сонда? Орындық, бір министрлікте орындық бір баға, басқа министрлікте бір баға. Сонда не, ол ана министрліктің адамы басқа министрлікке қарағанда ол не, жұмсақ орындықта отыру керек па?